Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Біздің гаражымызға мынандай қарбыздар келді. Бұл қарбыздарды бұйырса ешкіге турап беретін боламыз. Бұл қарбыздардың барлығы жемге кететін қарбыздар. Жеуге жарайтын жоқ арасында. Где-то 2 мешоктай қарбыз бар шығар. 3 ешкім бар еді. Солар осы қарбызды жеп қарық болатын болды. Бұл қарбыздарды інім алып келді, тегін алып келді бұл қарбыздарды. Нағашым бар еді. Продуктовый магазинде жұмыс жасайды. Сол кісінің арқасында әйтеуір осындай қарбызды болып қалып жатыр ешкілерім. 1 аптадай, 2 аптадай мәз болып, осы қарбыздар жейтін болады. Бұл қарбыздармен бірге аз-маз помидор, қияр беріп жіберіпті. Ешкілеріміз мәз болатын болды. Сосын менің индейец стекем бар, сол индейец стекем күйлеп жүр кешеден бастап. Әке таңқысы келіп жүр ау деймін, тағы да 2-ші рет. Сол қазір индейец стекемді көрсетем. Далада жаңбыр жауайын деп тұр, жаймен жаңбыр жауып бастап жатыр. Ешкілер манандай түп қораға кіріп кетті. Есіктен қарап тұр. Қайта-қайта не пәле келе береді күн сайын деп. Жалпы бұларды YouTube'тың жұлдыздары қылам ба деген ойым бар. Блогер ешкілер деген зат аштым. Рубрика аштым. Егер де қызық болатын болса, менің YouTube каналымнан қарасаңыздар болады. Мына жерде бір треногам бар еді, мынандай алюминовый. Видео түсіруге осы треногамды қолданам. Қазір бұл треногамды қойып алайын жерге. Бұйырса. Сосын камераның режимі что-то басқаша болып кетті. Мына жерде неге? AFL деген шығып кетті. Короче, мына жерде индейец стекем бар. Бұл индейец стеке кеше емес, алдың күннен бастап күйлеп жүр. Сондағы 1 ешкі бар. Мынау солардың лағы. Бұл мына текеміз, индейец текеміз. Жаңағы айтқанда 2-ші рет әке болғысы келді ау деймін. Ұрғаш ешкіге қарай сүйкене береді. Иіскеп қырындап қоймай жүр. Бұйырса, бұлардан тағы да бір лақ алатын боламыз. Сосын бұл ешкілерді мен сойдыртатын шығармын, немесе сатып жіберетін шығармын. Бұлардың орнына тауық алсам ба деген ойым бар. Алдағы уақытта каналымда тауықтар туралы видео шығарып бастайтын шығармын бұйырса. Әзірге осындай видеолар болады. Осы теке жайлы видеолар шығады үнемі. Яғни осы текенің отбасы жайлы видеолар шығып отыратын болады алдағы уақытта. Бұл текеміз мәз. Өмірге ешқандай өкпеш жоқ. Негізі бұл текеге тағы да 1-2 ешкі алып берем ба деген ойым бар еді. Бірақ мына қораның іші көріп отырғандарыңыздай тар. Мына қораны жалпы мен 2018-де салдым. Мынау 1 ешкі болды осының алдында тек қана.
2018-де сүтті ешкі болды. Пародисті ешкі емес, қарапайым қазақтың ешкісі. Сол ешкіге жаңағыда жауын шашыннан ықтасын деп осындай қылып шағын қора жасап беріп едім. Ешкіні сойып тастайтын болсақ, тауық бағам ғой деген оймен мынандай қылып әдейі кішкентайлау қора жасадым. Мына жердегі тұрған нәрселердің барлығы мынау көршілердің сарай гаражы, анау да сол көршілердің сарай гаражы. Жауын шашын болған кезде суы, мына крышаның үстіндегі суы мына қораның ішіне келіп төгіледі. Сосын қораның іші былшиды. Күзде, қыста бұл қораның іші құрғамайды. Бір жағынан мына ешкілер сүйгенде, түйе сүйгендей қылады. Шыжың бәлелер, білмеймін неге екен. Бір сүйгенде көл қылып сүйеді. Жағдайлар осындай, достар. Жаңағы айтқанымдай, алдағы уақытта бұйырса тауық алатын шығармын, где-то 10 шақты ма. 3-3 күні қайта-қайта видеоға түсіре бергенде менің ойымша бір түрлі сияқты. Сосын айтпақшы, достар, алдағы уақытта бұйырса бұл ешкілердің тұқайын қиятын болам. Онда видеоға түсіретін болам. Егер де қызық болатын болса, менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта жаңағы айтқанымдай бұл ешкілердің тұқайларын қиятын болам. Соны видеоға түсіретін болам. Осындай, достар, міне. Сосын бұл ешкілерге біздер жуынды береміз, жаңағындай. Қарбыздың қабығы, картошканың қабығы, тағы да басқа овощтардың қабығын береміз. Кебек араластырып. Жемде қымбаттап кетті, арпа да қымбат. Арпа беретініміз бар еді, оны да қойдық. Бұйырса алдағы уақытта бұларға нормальный жем алып беретін шығармын. Себебі октябрь, ноябрьде текені сойып алам ба деген ойым бар. Ал мына индейец лағын, бұл лаққы да сойып алсам ба деген ойым бар. Короче, міне осындай тамаққа шақырып жатыр мені. Тамақ же деп жатыр. Мен болсам жұмыспен айналысып жүрмін. Жұмысым осы, видеоға түсірем. Пока мына ешкілер бар кезде бұл ешкілерді видеоға түсіріп YouTube-тың жұлдыздарына айналдырғым келіп жүр. Себебі осындай тематикадағы, осындай форматтағы видеолар нормальный просмотр жинап жатыр екен. Менде де ешкілер бар ғой, осы ешкілерді неге видеоға түсірмеске деген оймен осы ешкілерді видеоға түсіріп жүрмін. Короче, достар, міне осындай. Яғни ешкілеріміз қарқ болып, қарып жейтін болады 1-2 апта. Содан кейін не жейтінді белгісіз. Өмір осындай, міне ауылдағы. Достар, сосын сіздерге ауылдағы өмір, ауылдағы тұрмыс, тіршілік жайлы видеолар қызық болатын болса, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сосын міндетті түрде осы видеоға лайк басуларыңызды сұраймын, егер де бұл видео лайкқа тұрарлықтай видео болатын болса. Лайкқа тұрарлықтай видео болмаса, дизлайк басыңыздар. Комментарий жазып отырыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды бөлісіп осы видеоның астына. Сонымен, достар, осындай жаңалықтар, хабар осындай. Сонымен келесі видеода кездескенше.